Шелек политехникалық колледждің білімгерлері, арнайы топ, спецназ. Спецназ командирі, 87-ші топ, 1-ші курс білімгері, Асад Дида. Құрметті ауыл тұрғындары, біз осынау салтанатты сәтті пайдалана отырып, дзюдодан Шелек ауылынан шыққан тұңғыш Қазақстан Республикасының спорт шебері, Азия кубогының 2018 жылға күміс жүлдегері, бірнеше дүркін Қазақстан Республикасының жеңімпазы Бикен Динара Тұрсынжанқызын марапаттап өткіміз келеді. Динара Тұрсынжанқызы халқымыздың патриоты, еліміздің туын шетелдерде желбірете берсін деп, ауылымыздың тұрғындары сенің жетістігіңе сенеді дегіміз келеді. Жаттықтырушысы Абай атындағы Қазақ орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Рамазанов Дәурен. Қошеметтеріңіз.